Қоштасқым келмейді. Екінші бөлім. Міне, Данияр мен Айдананың бас қосып шаңырақ құрғандарына да 2 жыл болды. Өмірге Назым атты қыз келді. Райхан апаның баяғы көрген қиын күндерінің бірі де қалмай ұмытылып кетті. Өмірге Назым келгеннен кейін 1 жылдан соң тағы артынан жарық күнге Жандос деген ұл келді. Өзінің кенже інісі Айдосқа ұқсатып Жандос деп қойды. Райхан апаның жанұясы үлкейе түсті. Жанұясына көптеген бақ-береке, қуаныштар келді. Данияр 30-дан аса көрген сүйікті ұл қызын қайта-қайта құшақтап, сүйе, бауырына баса берді. Сол қуаныштан ба әйтеуір соңғы кезде сәл нәрсеге шыдай алмай көп мазасыздана берді. Бара-бара аяғы жүруге жарамай, аяғын жасатқан жерлері сыздап ауыра берді. Оны әйеліне, анасына ешкімге сездірмей, өтірік күліп жүре береді. Ауырған сайын өзінің өмірін, әйелін, ұл қызын, анасы мен інісі Айдосты көп ойлап, қатты жүдеп, жүрек ауруына шалдықты. Даниярдың осындай халге ұшырап жүргенін соңғы кезде анасы көп сезіп, көңілі күннен күнге мұңдана түсті. Даниярға балам-ау, неге мұнша түңіле бересің, деп сұрайын десе, көңіліне қарап, қойшы, өзі енді оңды-солды болған уақытта өткенді есіне түсіріп, көңілін бұзбай-ақ қояйын деп өзін басып жүрді. Райхан апаның ойына небір қорқыныш ойлар келіп, сол баяғы дәрігерлердің айтқан сөздері есіне түсіп қорқып, не, Даниярымның уақыт күні бітіп, жақындап қалғаны ма? Жоқ, мүмкін емес, менің Даниярым әлі көп жыл жасайды, деп артынан өзін жаман ойдан тоқтатады. Содан кейін жүрсе тұрса Даниярдың бет жүзіне қайта-қайта қорқынышпен қарай берді. Данияр анасының бір нәрсені сезгендігін біліп, өтірік дым білмегендей анасының көңілін көтеремін деп, ой апа, қандай бақытты жансыз, сізден бақытты ешкім жоқ шығар. Осыдан бірнеше жыл бұрын қандай едік, міне қазір қандаймыз, Құдайға шүкір. Інім де ер жетіп, үйленетін кез келіп қалды. Айдосқа келінді өзім тауып беремін, деп қасында отырған кенже інісі Айдостың басынан сипап қойды. Айдос биыл 23-ке енді қадам басқан болатын. Оның ойына үйлену деген ой осы күнге дейін келмепті. Осы ағасының сөзінен кейін бұл да өз өмірін көп ойлайтын болды. Арада күндер өте, бір күні анасының қасында отырып, ары-бері жалтаңдап, бір сезімді анасына жеткізе алмай, ақыры шыдай алмай, апа, мені үйлендірмейсіздер ме? Айдана жеңгеме сәл жеңілдеу болар еді. Сізге де көп көмегі тиер еді. Өзіңіз қазір көп шаршайтын болдыңыз. Айдана жеңгем бір өзі қай жағына болады, деп анасына қарап күліп қойды. Райхан апа кенже ұлының осы сөзін естіп, қуанып, айналайын, жарқыным, шырақтарым, сендердің айтқандарыңды істемесем, көңілдеріңнен шықпасам, мен мына өмірде неге жүрмін, деп Айдостың басынан сипап, құшағына жақын тартып, мейірлене құшақтады. Бұл сөзді естіген жеңгесі Айдананың көңілі көтеріліп, қайнінісіне, ерке бала, жаным сол, сонымен менің қолымды қашан ұзартып бересің, деп еді. Райхан апа басын көтеріп, Даниярым ініме өзім тауып беремін келінді деген, деп жымия күлді. Данияр өзінің айтқан сөзін бұлай тез жалғасып кетеді деп ойламаған еді. Әншейін анасының көңілін көтеру үшін айтқан болатын. Енді міне анасы екеуі келін іздеуге тура келіп тұр. Жан інісі Айдостың үйленуіне қарсы емес, қайта үлкен қуаныш қой. Дені сау болса, ел аралап жүріп жақсы келін тауып бергенге не жетсін шіркін. Даниярды қинайтыны сол екі аяғының салған жерлері қақсап ауыратыны. Амал жоқ, сөз берген соң сөзінде тұру керек. Жігіттің екі сөйлегені өлгені деп, өзіне өзі серт беріп, осы жұмысқа бел буды. Үйінің айналасынан аттап, алысқа сыртқа шықпайтын Данияр жайлап-жайлап көршілерінің үйлеріне барып, біраз отырып қайтатын болды. Күнде барып жүріп, бір күні інісіне келін іздеп жүргенінің шет жағасын айтады.
бір күн емес, бірнеше күннің ішінде сөзден сөз шығып, әйтеуір бір жерде бір бойжеткен қыз барын естеді. Анасына келіп айтады. Райхан апа бұл сөзге жоқ демей, бірден келісімге келіп, Айдосты ертіп сол қыздың үйіне бармақшы болады. Ол жерге Данияр өзінің баралмайтынын інісіне айтып, орнына Әділ нағашысын қосып жіберетінін айтады. Айдос ағасының жайын түсініп, жоқ демей Әділ нағашысы, анасы және өзі үшеуі сол бойжеткеннің еліне айттыруға аттанады. Данияр Айдана екеуі ақжол тілеп жолға шығарып салады. Сол күннен кейін Данияр бір күні жатар уақытта әртүрлі ойға шомып, мазасызданып, ұйықтай алмай, біраз уақытқа дейін ары-бері аударылып, жата алмай, бір жаман-жаман сезіктенгендей көзін бадырайта ашып жатады. Басын көтеріп, жан-жағына қарап, үйдің бәрін көзімен бір шолып шығады. Бәрі тым-тырыс. Қасында Айдана тәтті ұйқыда жатыр. Әйелінің жүзіне біраз тамсанып, сүйсіне қарап тұрды да, қасында жатқан Назым мен Жандостың беттерінен сүйіп, қайта жайына жайғасты. Жаны енді тыныштанғандай болып, көзін жұмып, теріс аударылып жатайын деп жатқан кезде, жоғарыда ілулі тұрған әкесінің суретіне көзі түсіп, айналайын әкешім, сен кеткелі не көрмедім, өзің арамызда болсаң, бұлай ешқашан қиналмас па едім, деп ішінен ойлап, қатты күрсіне көзін жұмып жатып ұйықтап кетеді. Ұйықтап жатып әкесі келіп қасына, балам, айналайын, қатты қиналдың-ау, бүйтіп қиналғанша келші маған, келші деп енді құшақтай берген кезде, жоқ деп айғайлап басын көтеріп, көзін ашып қараса түсі екен. Даниярдың даусынан оянған Айдана қорқып, су алып келіп ішкізіп жатып, не болғанын сұрайды. Сонда Данияр Айдананың сұрағына жауап берудің орнына әкесінің суретіне бір қарап, жоқ, қоштасқым келмейді деп Айданаға қарап бұрылып, қайта жатып қалады. Айдана Даниярдың жаман түс көргенін сезіп, Алла, өмірдің тыныштығын бере көр деп, ол да жайына қайта жатып қалады. Сол түстер Даниярдың түсіне соңғы кезде жиі кіретін болып жүр. Қанша жаман түс көріп, өзі қорқып жүргенімен, жан жолдасы, өмір серігі Айданаға еш нәрсесін де білдірмеді. Сөйтіп жүргенде күйеулікке аттанған інісі Айдос та бір бойжеткенді қолынан жетектеп келіп, ағасының алдына қуанып барып басын иіп, аға, өмір бойы қарыздармын, апам екеуіңізге. Сіздер айтпағанда мен жүре берер ме едім? Міне өзіңіздің тауып берген сүйікті келініңіз деп, қасындағы қалыңдығына қарай басын бұрды. Данияр қуаныштан көзіне жас алып, бақытты болыңдар деп, екі жастың маңдайларынан сүйіп, арқаларынан қақты. Сол-солақ екен ауыл адамдары да бір-бірінен естіп, жиналып қалыпты. Айдостың қалыңдығы сол ауылдан 800 шақырымдай жерде тұратын Сұлтан деген шопанның тұңғышы 16 жасар Жамал деген қыз болатын. Міне Райхан апаның кенже ұлы Айдос та отау тігіп шаңыраққа шаңырақ қосып, үлкен бір жанұяның бірі болды. Той қызық болып 2-3 күнге созылды. Той бітіп барлығы тарай бастаған кезде Данияр үлкен қарияларды шығарып салып, келе жатып, үйіне жетпей басы айналып, көзі қарауытып, біраз есік алдында тұрып қалды. Еш жазыла қоймаған басы одан сайын күшейіп, аяғы қалтырап, сөйлеуге шамасы келмей, сол жайында тұрып қалды. Оны көрген әйелі Айдана айғайлап жүгіріп келіп, апа, апа деймін деп, анасын шақырып, өзі Даниярды басынан көтеріп, не болды жаным, тұршы, бірдеңе десеңші, неге үндемейсің деп құшақтап, өзін ұстай алмай, айғайлап жылап жіберді. Айдананың даусын естіген, әлі алысқа кете қоймаған жұрт қайта жиналып, Даниярды көтеріп, үйіне кіргізіп, жайына жатқызды. Әрқайсысы әр жақтан су сеуіп, бетінен қағып еді, Данияр көзін жыпылықтата, сәл ашқандай болды. Бәрі үнсіздене қалды. Данияр көзін болар-болмашы ашып, жан-жағына көз жүгірте қараса, айналасында өзін қоршаған аяулы анасы, сүйікті жары Айдананы,
ұл қызы Назым мен Жандосты және кенже інісі Айдос пен жаңа түскен келіні Жамалды көрді. Сонымен қатар өзін қоршаған ауыл адамдары да болатын. Данияр сәл үнсіздене отырып, өзіне сәл де болса күш жинағандай болып, көзін қаттырақ ашып анасына қарай: «Апа, мен сіздерге көптен бері айта алмай жүрген едім, сіздердің мазаларыңызды алмайын деп. Әкем соңғы кезде жиі түсіме кіріп, өзінің қасына мені шақырып жүр. Күнде түнде келіп, қолымнан ұстап жүр деп өзіне қарай тартады. Мен сонда жоқ деп жауап беретін едім. Міне менің сол әкемнің қасына баратын күнім жеткен сияқты. Апа, мені кетті деп жыламаңыз. Мен кеткеніммен міне артымда бір үйдің қожасы бола алатын Айдос інім бар. Осыған сеніңіздер», дей берген кезде: «Жоқ, Данияр, қайда барасың? Мен сені ешқайда жібермеймін. Назым мен Жандосты қайда тастап кетесің?» «Жоқ, жібермеймін жаным, кетпеші ешқайда», деп Айдана бар даусымен айғайлап, Даниярды жұлқылай жылады. Қасында тұрған Айдос: «Ағатай, қайда барасыз? Мына сөздердің бәрін шынымен айтып тұрсыз ба?» «Жоқ, бәрі өтірік, әлі-ақ жазылып кетесіз. Бұлай демеңіз», деп Айдос та ағасының көкірегіне басын қойып, біраз өзін басты. Анасы сонда жоғары қарап, екі қолын кең жайып: «О Құдай, мен не жаздым саған? Жастайымнан жесір қалдырдың. Баламның екі аяғын алдың. Енді ол аз дегендей Даниярымды алмақшысың ба? Мені жесір қалдырып, баламның екі аяғын алғаның жетеді ғой. Даниярымды алма. Артындағы екі баласы мен жас әйелінің көз жасын қорлама. Алғың келсе мені ал, балаларыма тиме. Бұлар әлі жас, өмірдің бар қызығын көрсін», деп Құдайға жалбарынады. Сонда Данияр: «Жоқ апа, әкем сізді емес, мені шақырып жатыр. Сіз жасаңыз. Мына менің артымда қалған сол Назым мен Жандосты және әйелімді сізге тапсырамын. Өзіңіз қарап, бағып қызығын көріңіз», деп анасын тоқтатып, кенже інісі Айдос пен келіні Жамалға қарап: «Бақытты болыңдар. Айдос, өзің бәріне бас-көз бол», деп біраз қимастай қарап тұрды да, әйелінің қолындағы Назым мен Жандосты алып, бауырына қыса басып: «Айналайын алтындарым. Әкелеріңді жоқтатпай өсіңдер. Менің жасамаған жасымды сендерге берсін Құдай», деп тағы да бауырына басып, мейіріммен мейірлене құшақтады. Қасында тұрған Айдана шыдай алмай тағы да: «Жоқ», деп айғайлап жылап жіберді. Данияр Айдананың басын көтеріп, өзіне жақын тартып: «Жаным, мен сені өміріңнің соңына дейін бақытты қыла алмадым. Кешір мені. Тағдырым осы екен. Қайтейін. Енді қалған өміріңді бақытты қылатын осы екеуі», деп сөзін бітер-бітпес Данияр 37 жасында «Қоштасқым келмейді, амал қанша», деп қош айтысып, мәңгілікке көзін жұмды. Жанұясы жылап, бастарын қанша тау-тасқа ұрса да пайда болмады. Сол кеткеннен мол кетті. Даниярды көре алмай қалған егіз қарындастары да қанша жылағанымен еш пайда таппады. Даниярдың өлімінен кейін көп ұзамай анасы Райхан апа да жүрек ауруынан қайтыс болды. Бір кездері Құдай Райхан апаның жанұясына көптеген қуаныштар мен бақ-береке берсе, енді міне сол берген қуанышы мен бақ-берекесін Құдай өзі қайталды. Данияр мен Райхан апаның көрмеген көп қуанышы мен қызығын осы артында аңырап қалған ұл қыздары Айдос, Жамал, Айман мен Шолпан, жұбайы Айдана мен 5 жасар қызы Назым мен 4 жасар ұлы Жандос көрсін.